Адам өмірінің әртүрлі кезеңдерінде, әсіресе белгісіздік кезеңінде, үміттердің ақталмауы, жауапсыз махаббат немесе жақын адамының қайтыс болуы жағдайларында осал болуы мүмкін. Өмірдің қиын кезеңіндегі адам үшін болашақ бұлыңғыр әрі мағынасыз болып көрінеді. Адам қиындықтан шығудың жолдарын іздей бастайды. Шырмаудан шығар жол таба алмай, торығып жүрген осындай кезеңде олардың жолында жалған діни немесе деструктивті ұйым мүшелері кезігіп, өз қатарына тартуы мүмкін. Олар біреудің қайғысын тиімді пайдаланып қалуға әрекет жасайды. Құрығына іліккендерді бәрі жақсы болады деп жұбатады. Әсіресе осындай күйде жүрген жасөспірімдердің психикасы өте осал. Олар үшін бүкіл әлем оларға қарсы тұрғандай сезінеді. Мұндай күйге кез келген адам түсуі мүмкін. Туыстары мен жақындары не істеу керек? Адамға осы қате түсініктер торынан шығуға қалай көмектесуге болады? Сектаның тұтқынына түсу қаншалықты тез болғанымен, одан шығу қиын және ұзақ уақытты талап ететін жұмыс. Отбасы мүшелері жақынына секта ұсынған барлық нәрсені, сүйіспеншілікті, қамқорлықты, тұрақтылықты, қабылдауды, қауіпсіздікті бере алуы керек, және олар отбасы алдындағы өздерінің құндылығы мен маңыздылығын сезінуі керек. Ең алдымен физикалық жағдайды жақсартуды, ұйқыны, тамақтануды, содан кейін тұрақтылық пен психологиялық қауіпсіздікті қалыптастыру бойынша жұмысты бастау керек. Туыстары жағымды әсер еткен кез келген өзгерісті байқағандарын сөзбен және эмоционалды түрде айтып отырулары қажет. Егер сіз өз бетіңізше бұл проблемаларды отбасында жеңе алмасаңыз, онда әрине сіз мамандарға хабарласуыңыз керек. Біздің елімізде әртүрлі секталардың қызметінен зардап шеккен адамдарға көмектесетін орталықтар мен қоғамдық ұйымдар қызмет атқарады. Қазақстанда дін мәселелері бойынша тегін жедел желі жұмыс жасайды. Қоңырау шалу не хабарласу арқылы теологтан, психологтен немесе заңгерден діни сала мәселелері бойынша кеңес алуға, сондай-ақ деструктивті діни сектадан зардап шеккендерге психологиялық көмек алуға болады. Әрбір адам деструктивті ағымдар жасампаздыққа емес, адамның жеке басында әлемдік тәртіпті де бұзуға бағытталғанын түсінуі маңызды. Сектаға кірмеу немесе басқа біреудің кіруіне жол бермеудің алғашқы қадамы адамдардың бір-біріне мұқият болуы және уақытында көмекке келе білуі.